Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен Бейбі Айша. Бүгін сіздермен медовый жасауды үйренеміз. Бір жасағаннан өте дәмді болып шығады, сіздерде жасап көріңіздер. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге керек заттар: сары май, жұмыртқа, қопсытқыш, ванилин, уксус, мед, сода, қант, тағы да ұн керек болады. Қантымызды ыстық отта тұрған ыдысымыздың үстінен салып, ертіп аламыз. Барлығын осылай ертіп аламыз. Барлығы осылай еріп, қоңыр түсті болады. Оның үстінен медімізді салып аламыз. Қандай мед қоссаңыздар да болады. Мен магазиндегі банкадағы медті қостым. Осылай барлығын араластырып алып, оның үстінен сары майымызды салып ертіп аламыз. Достар, каналымды қолдап, тіркеліп қоюды, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен үшін өте маңызды. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлығы еріп болған соң, содамыздың үстіне уксусымызды қойып, өлтіріп аламыз. Соң үстінен құямыз. Барлығын салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Бізде осылай болып шықты. Енді оны блендердің көмегімен жақсылап араластырып, үстінен жұмыртқаларымызды салып аламыз. Жұмыртқалар пісіп қалмас үшін тезірек блендердің көмегімен жасаймыз. Тезірек суы үшін екінші ыдысымызға құйып аламыз. Біраз уақытқа қойып қоямыз. Енді оның үстінен ұнымызды салып, қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Үстінен ванилин саламыз. Бір қасық қопсытқыш салып, жақсылап араластырамыз. Осылай қамыр илеп аламыз. Қамырымыз жұмсақ болып шығады осылай. Қамырымызды ыдысынан алып, осылай столдың үстіне илеп алсақ болады. Осылай сап-сары әп-әдемі қамырымыз дайын болды. Енді оларды бөліктерге бөліп аламыз. Осылай 4 бөлікке бөліп алдым. Енді оларды әдемілеп жайып, табамызға салып аламыз. Сіздерде тапаларыңыз 4 бұрышты болса, 4 бұрышты қылып жайсаңыздар болады. Мен тапам домалақ болды, сол үшін мен дөңгелек қылып жайып алдым. Осылай қамырымыз дайын болды. Енді оны табамызға саламыз. Пергамент қағазын төсесеңіздер де болады. Мен астына ұн сеуіп, солай пісіріп алдым, жабыспас үшін. Осылай барлығын біркелкі осылай жайып алып, барлығын бірдей пісіріп аламыз. Нандарымыз көтеріліп кетпес үшін үстінен вилканы әр жерінен басып шығамыз.
Енді кремін дайындап аламыз. Ол үшін бізге қант пен ұн қажет. Оларды жақсылап араластырып алып, үстінен сүт құямыз. Сүтімізді бірден құйып жібермейміз, аз-аздан құйып араластырып аламыз. Бізде осылай сұйықтығымыз дайын болды. Енді оны ыстық отқа қойып, астын жай қойып, осылай араластырып тұрамыз. Дайын болған кезде қоюлана бастайды. Сол кезде оттан аламыз. Бізде креміміз дайын болды. Корждарымыздың барлығы дайын. Мен үстіндегі кішкене қисық жерлерін пышақтың көмегімен кесіп алып тастадым. Бір тегіс шығуы үшін. Енді сары майымызды алып, оны ыдысымызға салып, блендердің көмегімен араластырып аламыз. Оның үстінен жаңағы дайын болған кремімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз қосып. Достар, каналыма жазылып қоюды, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал енді корждарымызды біреу-біреуден қойып, үстіне кремімізді салып, айналдырып жағып, осылай дайындап аламыз барлығын. Достар, сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Менің каналымда басқа да рецепттерді таба аласыздар. Барлығын жағып, міне осылай дайын болды. Енді оның үстінен жаңағы кесіп алған бөліктерін майдалап алып, үстінен және де айналасына сеуіп шығамыз. Осылай барлығын сеуіп аламыз. Міне бізде барлығы дайын болды. Әдемі жұмсақ медовыйымыз дайын. Енді оны 2-3 сағатқа қойып қоясыздар. Соң кесіп алуға болады. Шаймен ішкенде өте дәмді. Сіздермен болған Бибі Айша. Келесі видеоларымда кездескенше сау болыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.